номері 157 жалпы білім беретін мектептің 10 сынып оқушысы Балғабек Жұлдыз. Және мен сіздерге қазір Әбіш Кекілбаев атамыздың Қаншадария хикаясын оқуды ұсынамын. Бұл хикаяның өзі сол кезде Шыңғысханның өмірінің соңында болып жатқан оқиғалармен негізделген хикая екенін айтып өтсем. Және бұл шығарма сол кезде Шыңғысхан қолындағы 4 сақинасына қарап отырып, осы 4 сақина қандай озбырлықпен елдерді жаулап алып, қандай қиындықпен келген екендігін айтып отырған кезінде, есіне түсіріп отырған кезімен бастау алған болатын. Аңға шыққан Шыңғысхан жанындағы қаса мергенге тұрып, осы аппақ қардай жарқыраған әйел заты бар ма деп сұраған кезде, қаса мерген тұрып, Таңғұт мемлекетінің Чидырги ханзаданың Гүлбелжін ханшайымы бар екендігі туралы айтқан болатын. Бұны естіген Шыңғысхан осы Таңғұт мемлекетіне елшілік жіберіп, елшілігінде Деван баласын кепілдікке берсін, я болмаса ат тұрманын дайындасын дейді. Бұл кезде Деван мен тірі тұрғанда баламды ешкімге кепілдікке де бермеймін деп сөз сөйлеп үн қатқан болатын. Бұны естіген Шыңғысхан бұл сөздерден кейін осы Таңғұт мемлекетіне жорыққа шығады, яғни Таңғұт мемлекетін қоршауға алады. Чидырги осы кезде Шыңғысханға деген ақырғы сөзі: "Ей Шыңғысхан, саған да бір зауал бар шығар" дейді. Және де осы кезде халқымның біреу болсын аман қалса да сенен кегін алмай қалмайды деп үн қатқан болатын. Шыңғысхан бұл сөздерден кейін Чидыргені өлтіріп, Гүлбелжін ханшайымды өзінің ордасына алып келгізетін болады. Осы кезде Гүлбелжін ханшайым Шыңғысханды жарақаттаған мезетте құзға қарай қашып өткен болатын. Құзға қашып бара жатқан жерінен осы кезде Көгершінге аяғына хат байлап, ол хатта "Мен өлсем, темір ордадан табасыңдар мені" деп үн қатады. Осылайша Гүлбелжін ханшайым құздан қашып кеткен болатын. Бұндан кейін Шыңғысхан бүткіл әскерін жинап, осы Гүлбелжін ханшайымды іздеуге салса да, Гүлбелжін ханшайымды табылмай қалған болатын. Міне осылайша бұл хикая осылай аяқталады. Және де бұл хикая осындай қызықты оқиғалармен оқырманын баурап алады.